Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сарымсақ қосылып жасалынған кептірілген батон нанын ұсынатын боламын. Кафелерде бірінші тамаққа заказ берген кезде үнемі қасына осы батон нандарын ұсынады. Тура сол кафедегіндей сарымсақ қосылған нанды менімен бірге үй жағдайында жасап дастарханыңызға қойсаңыздар болады. Ең алдымен бізге нан қажет. Кез келген нан болады. Кеуіп қалған наннан жасасаңыздар да болады. Осылай нанымызды жіңішке бөліктерге кесіп аламыз. Одан кейін укропымызды турап саламыз, аскөгімізді. 1 штук сарымсағымызды қосамыз. Наныңыздың көлеміне байланысты сарымсақты өздеріңіз қосасыздар. Менде нанның көлемі аз болғандықтан 1 сарымсақты қостым. Сарымсағымызды маймен бірге араластыратын боламыз. Егер сіздерде үйде сыр болатын болса, қоссаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей барлығын араластырып, нанымыздың үстіне жағып шығамыз. Құрметті достар, егер менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса отырыңыз. Осылай нанымызға барлығын жағып шығатын боламыз. Нанның иісі де, дәмі де өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Үйдегі кеуіп қалған нанды босқа тастағанша осылай сарымсақ қосып, маймен духовкада пісіріп алсаңыздар болады. Бір жағынан наныңызды ысырап етпейсіз. Мінекей барлығын нанымызға жағып шықтық. Енді осы дайын болған нанымызды қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Өздеріңіз әр пештің градусы әртүрлі болғандықтан міндетті түрде қадағалап бақылап отырыңыз, себебі нандарыңыз күйіп кетпесін. Бізге қатты қыздырып пісірудің қажеті жоқ. Тек нанымызды бір кептіріп алсақ болды. Сондықтан духовкада көп ұстамаңыздар. 10-15 минут ұстасаңыздар духовкада, соның өзі жеткілікті болады. Мінекей біздің нанымыз дайын болды. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайтын болады. Ысырапқа жол бермейік, нанды үнемді пайдаланайық.